көріп тұрсыздар ма? Қыстырғыш темір. Мұқият қарап тұрыңыздар. Мынау не? Сүт. Көріп тұрсыздар ғой темірді? Еді көріп тұрсыздар ма? Көріп тұрсыздар ма? Көріп тұрсыздар ма? Балаға біздің кеудемізге жан берген Аллах тағала солай түсіндіреді балаға. Алла бар, бірақ көзге көрінбейді. Бала сұрайды, Құдай деген кім? Құдайды көрсетші дейді. Менен сұрайды, ұлым менен сұрапшы, Құдай деген кім дейді. Мама, Құдаймен кездескім келеді дейді. Маған қай бір күні кіттай ұлым айтады. Құдай қаласа Құдаймен кездесеміз дедім. Құдайды көрсетші маған дейді. Құдайды көрсет десе сендер қайтер айтар едіңдер. Ана кім ұқсап, Жүсіп атамыз бен Абай атамыз бар емес па? Сол Мәшһүр Жүсіпті іздеп барған ғой Абай атамыз. Мәшһүр Жүсіп атамыз тозақ, жұмақ, Құдай туралы айта беретін маған ғой. Уағызында көп, хадисінде, асыл алтын сөздерінде Құдай тозақ, жұмақты айта беретін болған. Абай іздеп барыпты бір күні Мәшһүр Жүсіпті. Құдай Құдай дей бересің, сенің Құдайың қайда депті Мәшһүрден. Сонда Мәшһүр Абай атамызға айтыпты, Абайдың Құдайының қайда екенін мен қайдан білейін? Мен білмеймін депті. Менің Құдайым жүрегімде депті. Мақұл депті. Сосын Мәшһүр жеңе алмай отырған Абай атамыз. Хикмет қой Абай атамыз. Тозақ қайда ал енді айтшы депті. Тозақ қайда? Тозақ, тозақ, тозақ дей бересің. Кімнің үйінде әйел адам білімсіз, надан, қараңғы болса, ол үй тозақ депті. Ал жұмақ қайда депті. Кімнің үйінде әйел адам ақылды, білімді, данышпан, мейірімді дана болса, сол үй жұмақ депті. Абай үйіне, осы үшеуіне жауапты дәл осылай Жүсіп атамыз қайтарған соң, Абай атамыз Мәшһүр атамыздың үйінен үндемей шығып кете берген көрінеді.